Абайдың екінші қара сөзі. Бала күнімде қазақ сартты көрсе, енеңді ұрайын, шілдіреген тәжік, деп оны сонша мазақтайтын. Ауылды көрсе шапқан деп орысты да мазақтайтын. Әйтеуір не болса да ауыздарына келгендерді боқтап, сөйтіп айта беретін. Орыста әйтеуір не болса соған нанып, шілдіреген тәжік болса, оған да көне беріп жүре беретін. Сөйтсе оған ұзын құлақты тауып бер депті деп. Кейін Ноғайды көрсе, оны да әйтеуір сонша жамандап, боқтап, мазақтайтын. Сол кезде ойлайтын едім, бізден басқа елдердің бәрі аң тұрғын, өте жаман халық, лас, нашар халық екен ғой. Біз ең тәуір, жақсы халық екенбіз деп, өзім Құдайға мінәжат етіп, әйтеуір өзімнің шүкіршілігімді білдіретін едім. Бірақ есейген сайын мұның бәрі мүлде керісінше болып кеткен сияқты. Себебі, мысалы сартқа қарасақ, сарт өте еңбекқор ел. Еңбектің бәрі соларда. Олардың екпеген егіні жоқ, әйтеуір жүрмеген жері жоқ, істемеген саудасы да жоқ. Сөйтіп, Ноғайға қарасам, оларда да салтанат, сарайда бәрі соларда. Әйтеуір не болса соған шыдай беретін. Молдалыққа да, әйтеуір қорлыққа да, бәріне де не болса тозаққа да шыдай беретін. Сөйтіп, орысқа қарасам, оларда да бір-біріне сыйластықпен қарайтын. Сыпайыластылық бәрі соларда бар екен. Енді мен осының бәрін көріп, қатты таңғалатынмын. Сонда бағанағы менің айтқан сөздерімнің бәрі және мінәжаттыларымның бәрі қайда қалды?